Саламатсыздар ма? Қызылорда облысы Арал ауданы Арал қаласы. Арал индустриалды техникалық колледжі. Ағаш тас мамандығының өндірістік оқыту шебері Хангереева Гүлнұр Бауыржанқызы. Өндірістік оқу сабағының тақырыбы бөлшектер мен бұйымдардың бетін лаксыр материалдарымен әрлеу. Сабақтың мақсаты білімгерлерге бөлшектер мен бұйымдар бетін лаксыр материалдарымен әрлеу туралы жалпы түсінік беру және қолдану әдіс-тәсілдерін үйрену. Дамытушылық білімгерлердің ойлау қабілетін дамытып, қызығушылығын ояту, білім-білік дағдыларын қалыптастыру. Тәрбиелік білімгерлер тақырыпты тыңдар кезінде тұрақты зейінділікке, жұмысты орындау кезінде дәлдікке, жасалған бұйымға ілтипатпен қарауға тәрбиелеу. Сабақта қолданылатын әдістер коллаж әңгіме әдісі, бес саусақ әдісі. Сабақтың көрнекілігі мен материалдық техникалық құрал жабдықтары. Слайд, технологиялық нұсқау картасы, құрал саймандар, шөтке, қолғап, бұйым. 7-20-25 әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру, ипотекалық тұрғын үй кредиттеу бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы ұлттық банк басқармасының 2018 жылғы 31 мамырдағы номері 7 қаулысы еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тақырыпты ашу үшін миға шабуыл арқылы коллаж әңгіме әдісімен алынды. Мына көріп отырған суретте әр суреттің өз мағынасы бар, сол суретті құрастыру арқылы жаңа тақырыпты ашу айқындалады. Бірінші көріп отырған суреттеріміз ол бөлшектер, екінші суретте көріп отырғанымыз бұйымдар, үшінші суретте лактар, төртінші суретте сол лаксыр материалдарымен жұмыс жасап жатқан. Әр суреттің өз мағынасы бар. Бөлшектер дегеніміз құрылыс материалдарының бөлшегі, бұйымдар құрылыс материалдарынан жасалынатын зат, лаксыр органикалық заттардың қоспасы, материалдар дегеніміз құрылысқа керекті жабдықтар, балта, балға, шеге тағы басқа. Әрлеу үйдің сәнін келтіретін қоспа. Әрлеудің барлық түрлері мынадай бас топтарға бөлінуі мүмкін: мөлдір, мөлдір емес, ұқсату және арнайы. Мөлдір әрлеу кезінде ағаш бұйымның бетін, ағаштың ішкі бедерін сақтайтын немесе оны айқындай түсетін әрлеу жадағаттармен жабады. Оны жиһаздарды және жоғары сапалы құрылыс бұйымдарын бағалы ағаштардан дайындалған терезелерді, есіктерді, панельдерді әрлеу үшін қолданады. Мөлдір әрлеу лактау, жылтырлату, балауыздау және мөлдір пленкамен жабу арқылы жүзеге асырылады. Лактау арқылы әрлеген кезде құрамында пленка жасайтын заты бар органикалық ерітінді түріндегі лактар, ерітінділер және басқалар пайдаланады. Ағаш бұйымдарын әрлеуге полиэфирлік, нитроцеллюлоздық және мотивина формальдегидті лактар анағұрлым жиі пайдаланады. Ал майлы спиртті лактар жақсы кебет, бірақ илікпелі мөлдір және ауаға аса төзімді пленка алынады. Ол жақсы ажарланады. Мотивина формальдегидті шайыр түрінде жасалған лактардың үстіңгі беті жылтыр, жеткілікті түрде мөлдір пленка құрайды. Майлы лактардан пайда болған пленка созылмалы, берік және атмосфераға аса төзімді болып келеді, бірақ жеткілікті мөлшерде әшекейлі емес. Спиртті лактар жеткілікті мөлшерде берік емес және атмосфераға төзімділігі нашар, ол нашар жылтырлатылатын пленка береді. Лаксыр жамылғылары жылтырату дәрежесіне қарай жылтыр, жартылай жылтыр және күңгірт түсті жылтыр болып бөлінеді. Мына көріп отырған суреттерге қарасақ, бұл лактың түрлері. Лак деп отырғанымыз лаксыр жамылғыларын пайдалану сапасының бір қатар физикалық, механикалық, ағаш жабысқақтық, қаттылық, жылуға төзімділік сияқты қасиеттеріне ие болу керек. Бұл қасиеттердің бұйымды пайдаланған кезде елеулі маңызды болады. Лаксыр жадағаттарының сапасы оларды жағу жағдайы мен жамылғыны кептіру арқылы айқындалады. XV784 лагы түссіз болып келеді. Есікке арналған лак бұл XV784 көбінесе үй жағдайында көп кездеседі. Марилка лагы. Тексол лагы ол көбінесе үлкен өнеркәсіп құрылыс саласында пайдаланады. Лактың түрлері өте көп, соның ішінде NS218 лагы ашық жалтырату үшін қолданады. 1 сағатта кебет, жылдам жалтырайды, ағаш бетіне құйылып, сонан соң жағылады. NS221 лагы күңгірт, 1,5 сағатта кебет, тампонмен, қылқаламен бірку арқылы жағылады. Сапасы онша жоғары емес, бөлшектер мен бұйымдарды әрлеу үшін қолданады. NS222 лагы түссіз 40 минут кебеді, жылдам жалтырайды, тампонмен және бірку құю арқылы жағылады. NS223 лагы ашық сары, 1 сағат кебет, жиһазды әрлеу үшін қолданады, жылдам жылтырайды, бірку құю арқылы жағылады. NS224 лагы ашық қоңыр, жиһазды әрлеу үшін қолданады. 1
1,5 сағатта кебет нашар жылтырайды, тампонмен және бүрку арқылы жағылады. Полиэфирлі 246 лагы синтетикалық лакқа жатады. Оның құрғақ қалдығы 57%. Лак малынып алыну әдісі арқылы жағылады. Лак жамылғылары жақсы ажарланып, жалтырлатылады. Мына көріп отырған шөткемен өзінің арнайы шөткелері болады. Бұл лак сыр материалдарын қолмен жағылады. Енсіз ағаш бетіне лактар, сырлар, эмальдар қолмен ұстауға қаламмен жағылады. Оның дөңгелек қыл шөткелері Қазақстан Республикасының типті қысқа болады, ал жалпақ беттерге жалпақ қыл шөткелермен сырлайтын біліктермен жағылады. Қылқаламның орнына шөтке немесе сонымен қатар тампонды да пайдалануға болады. Жаңа сабақты бекіту әдісі 5 саусақ әдісімен алынған. Білімгерлерге сұрақ қою арқылы алынады. Көбінесе қағаз бетінде жүзеге асырылады. Оқушыларға әр қайсысына 5 саусақтың суреті бар қағаз таратылып, 5 саусақта әртүрлі сұрақтар бар. Өзінің сұрақтарына жауап беру арқылы жаңа сабақты бекітіледі. Бас бармақта бүгін мен үйрендім. Балалы үйретем, мен бүгін қалай жұмыс істедім, кімге көмектестім. Ортан терек, бүгін мен қандай біліммен тәжірибе алдым. Шұлдыр шүмек, сабақ маған ұнады ма? Неліктен? Кішкене бөбек, менің сабақтағы көңіл күйім. Сабақта көбінесе глоссарийді қолданамыз, ол көбінесе жаңа сөздер қолданады. Сол жаңа сөздердің қазақша, орысша, ағылшынша варианты. Сырлау, покраска, пайтинг, бұйым, изделия, goods, бөлшек, деталь, жадығат, материал, метрал, шөтке, щетка, бруш, грунттау, грунтовка, према, тампон, темпон. Назарларыңызға рахмет.